Кеш жарық достар, диагностика туралы эфирімізді қайтадан түсіреміз. Сіздердің сұрақтарыңыз бар маған қойып жатқан. Жалпы диагностика не үшін қажет? Нені диагностика жасайсың? Қалай жасайсың? Қанша уақыт алады? Не үшін жасап жатсың деген сияқты біраз сұрақтар бар. Осы сұрақтардың барлықтарына жауап берейін деп эфирге шығып жатырмын. Яғни мен түпсанаға тегін диагностика деп өткен аптада жарияладым. Бір апта тегін өткізем, сосын оны ақылы етемін деген ниетім болған. Бірақ қазір бір апта сіздерменен жұмыс істеу барысында көптеген адамдарменен мен танысып, осылай өз оқырмандарымды жақсылап біліп, жаңа диагностиканың өте қажет екенін, сіздер үшін оның пайдалы екенін анықтадым. Және бір жағынан неге мен оны тегін өткізіп жатырмын, неге мен өткізіп жатырмын деген сұрақтарда туындауы мүмкін. Айтайын дегенім, мен бұл диагностиканы сіздерменен сіздерге полезность ретінде, яғни пайдалы зат ретінде беріп жатырмын. Себебі ақпарат өзім алдым, көптеген білімдер алдым, оқыдым. Оның бәрі энергия ғой. Ал бірақ біз энергияны алмаспайтын болсақ, ол бізде тұрып жаңа қолданылмайтын болса, ешқандай пайдасы болмайды екен. Яғни мен өзім алып жатқан білімдерменен бөлісу арқылы мен оны тереңірек тағы да ұғамын, яғни практикада қолданамын деген сөз. Және энергия алмасамыз да, оның есесіне маған тағы да басқа нәрселер келеді деген сөз. Яғни бұл екі жаққа да пайдалы нәрсе. Сіздер де өздеріңізге пайда табасыздар, сұрақтарыңызға жауаптар табасыздар, мазалап жүрген. Мен өзімнің кармама плюстар жинақтаймын деген сөз ғой. Так что жайдан жай тегін беріп жатқан жоқпын, сондықтан қабыл алыңыздар. Екі жаққа да пайдалы сондай бір іс болып жатыр. Жалпы диагностика қалай өтеді? Диагностика сіздер тапсырыс бергеннен кейін посттың астында болсын, дайректке болсын, мен сіздерді WhatsApp-қа шақырамын, WhatsApp-та хабарласуларыңызды сұраймын. Бір жерде жинақталған жақсы, себебі мен графиктер жасаймын ғой. Сөйтемін де WhatsApp-тан тізімдер жасаймын. Әдетте бүгін хабарласқан адамдарды ертеңгі күнге жазамын. WhatsApp-та видеозвонок арқылы максимум жарты сағат уақыт кетеді. 15-20 минутта кейбіреулермен де әңгімелесіп болып жаттық. Мен бұл диагностика кезінде сіздердің өздеріңіз сіздерді мазалап жүрген не бар ғой, сұрақтар бар ғой, шешім таппай жүресіздер. Көп адамда өте көп сұрақтар бар. Біреуде денсаулыққа қатысты, біреуде қарым-қатынасқа, біреуге ақшаға қатысты, біреулер өзін түсінбей жүруі мүмкін деген сияқты әртүрлі сұрақтар, әркімнің өзінің өміріне қатысты, өзіне маңызды дейтін сұрақтар өте көп екен. Сосын, мысалға, біз ойлаймыз, маған маңызды нәрсе бәріне маңызды шығар деп, олай емес. Әркімнің өмірінде өзінің маңызды нәрсесі бар. Сондықтан біреуге ақша, біреуге отношение деген сияқты да. Сондай маңызды мәселе сіздің ойыңызда жүреді, шешімін таппайсыз, көп ойланасыз, мүмкін бір әрекеттерде істеп жүрген шығарсыз, бірақ ол егер ұзақ уақыттан бері мазаңызды алып жүрген болса, осы диагностикаға жазылсаңыз, мен сіздерге арнайы өзіміз енді төлеп оқыған коучингтің сұрақтары бар. Біз оған әбден үйрендік. Мен мысалға осы коучинг сұрақтарын 2 жыл бұрын танысқан болатынмын, содан бері өмірімде қолданып келе жатырмын. Өте пайдалы, миымызға реттеу процесін беретін сондай бір сұрақтар, ретімен жаңағыларды қою арқылы мәселенің шешіміне келуге болады. Яғни біз мәселені қалай шешеміз, не істейміз деп ойлай береміз ғой, жақсы бір притчалар жүреді ғой. Сен мәселеңді шеше аласың ба десе, жоқ дейді. Онда несіне ойланасың дейді, да? Немесе ал шеше аламын десе, онда несіне уайымдайсың деген сияқты бір күлкілі нәрсе бар ғой, да? Тура сол сияқты да. Ал бірақ енді ол шутка шуткай, но все равно өзімізді мазалап жүрген сұраққа біз нақты жауаптар алуымыз керек. Қалай шешемін, шешу үшін не істеп жүрмін деген сияқты. Осындай сұрақтарменен WhatsApp-та видеозвонок арқылы сөйлесіп анықтаймыз. Енді көп адамдар менде мысалға да өткенде мен күнделікті бір алғашқы күндер 15-16 адаммен сөйлестім, кейінгі күндер 10 шақты адам болып жатты. Яғни барлығымен сөйлесу барысында менің білгенім соны бір қанша адам болды, бір 50-70 адаммен ба сондай сөйлестім, мен санамаппын да даже, да. Сол адамдардың барлығымен сөйлесу арқылы мен не істедім?
олардың мазалап жүрген сұрақтарын жігін ашып бердім. Олар өздеріне түсінік алды, белгілі бір әрекеттердің жасау керек жоспарын алды, өздері анықтап алды. Сөйтті де соны жұмысты атқаруға кетті. Ал енді совсем істей алмаймын, әлде де мен түсінбей жатырмын. Яғни кейбір мәселелердің шешімі біздің мынау саналы өмірде емес қой. Саналы бір әрекеттерді істеу арқылы ғана біз ол мәселелерді шеше алмаймыз. Себебі бізде түп санада блоктар болуы мүмкін. Ал егер мен сондай диагностика кезінде сондай нәрселер анықталған болса, біз ол кісілерменен ары қарай жаңа келісіп, проработкаға мен шақырып жаттым. Уже бірнеше адам проработкаға жазылып, жаңағы нәтиже алды деп ойлаймын. Әлде де мен ол отзывтарды күтемін. Уже состояние өзгерген кезде, білесіздер да, состояниедан біздің өміріміздегі нәтижелер де өзгереді. Сондықтан адамдардың енді нәтижелерін алған кезін күтеміз. Әдемі отзывтар келеді деп мен сенемін. Так, диагностика. Так, мен сұрақтарды жазып алған едім. Ал енді неге мен өткізем? Мен кіммін соншалықты сендерге диагностика өткізетіндей дейтін сұрақтар туып жатыр біреулерден да. Мен танымайтын адамдардан. Өзімді де таныстырып өтейін. Мен білесіздер, 4-5 жылдан бері түпсана туралы тақырып өзіме қызықты болып, психологияға келіп, түпсананың қайда екенін, не екенін, ол қалай жұмыс істейтінін, немесе оған қалай біз өзімізге доступ алатынымыз туралы жаңағы әдістермен танысып, білім алып, осы салада өзімді дамытып жүрмін. Соңғы кездері, мен алғашқы кездері мастер-кетпен болды ғой, мен ең алғашқы сабақтарымда, ютубтағы түсірген видеоларымда мен барлықтарын айтатын. Біздің мүмкіндіктеріміз өте көп екен. Просто біз тек саналы түрдегі 4-5% жаңа миымыздың бөлігін ғана саналы түрде қолданамыз да, қалған бөлігін бәрі түпсанада, түпсана басқарып жатыр бізді, подсознание дейміз да. Немесе оны тағы душа деп мен қазір уже аналогиясын жүргізесің ғой, эзотерика анау мынаумен нетіп жатқан кезде да, ол кәдімгі өзіміз, нағыз өзіміз, біздің жанымыз деуге де болады түпсана дегенді. Яғни ол өзі не қалайды, қалай ойлайды, солай жүзеге асады екен өмірде барлық нәрсе. Сондықтан оныменен біз өзімізбенен, жаңа түпсанамызбен немесе жанымызбенен келісімге келуіміз керек. Кез келген мәселені шешу үшін, өзіміз жаңа мақсаттарымызға жету үшін түпсанаға байланысқа түсуіміз керек. Себебі түпсанада барлық жауаптар бар. Біз өзіміз барлығын жауабын білеміз. И бәріне қолымыз жаңа жеткізе аламыз. Мүмкіндігіміз бар деген сөз. Енді ол байланысты қалай орнатамыз? Мастер-кетте өзінің арнайы техникасы бар. Онымен де істеуге болады. Ал мен қазір одан да басқа әдістерді үйрендім. Яғни басқашада жаңа өзімізге доступ ашуға болады екен, түпсанаменен байланысуға болады екен. Сондай оңай әдістерін үйрендім. Сол әдістерді пайдаланып, енді кішкене шолу өтіп кетсек, мен жаңағы осы техникаларды пайдаланып жүрдім. Өткен жылы, мысалға, может быть, көп пайдаланбай кеткен шығармын, бірақ соның нәтижесі болды. Бір рывок жасадым өмірде, жаңағы команда құрдым, материалдық жетістіктерге жеттік деген сияқты, қаржылық көп ақша таба бастадық. Оның барлығын жаздың күні жоғалттық компанияның жабуына байланысты. Мен енді біз сол кезде білмейміз ғой, адам депрессияға түскен кезінде мен депрессиядамын деп айтпайды екен ешқашан. Олай ойламайды екен. Мен қазір сол артқа қарап, бір 2 ай бұрынғы жағдайымды саралап қарайтын болсам, мен терең депрессияда болған екен. Бірақ осы практикаларды жасау барысында мен өзімді содан шығардым. Өзіме көмектестім. 1 ай, 1,5 ай деген кездерде мен жақсы күйге келдім. Сосын жан-жағыма қарасам, жан-жағымда командамда қыздардың барлығында вроде бы нормально сияқты болғанменен, кейінірек бір уақыт өте келе хабарлассаң, әлі де сол ситуацияны жібере алмай, прям көңіл күйлері түсіп, жаңа депрессия жалғасып жатыр екен. Мен сосын оларға көмектестім. Осы өзім жасап жүрген практикаларды оларға пайдаландым. Әр пайдаланған сайын өзімнің машығымда, навык применения этой практики арта бастады. Прям бірінен алғашқыларынан көрі кейінгілерінде уже тезірек дұрыс әдістерді, дұрыс сөздерді тауып, дұрыс керек жерінде былай бұрып, әртүрлі практикаларды бір-бірімен үйлестіріп отырып пайдаланып, мен уже қыздарымда, айналамда нәтиже көре бастадым. Прям тез-тез проработкалардың бәрі күшті нәтиже беріп жұмыс істей бастады.
сосын ойладым, осы нәрсені мен енді жан жағымызда бәрін емдеп болған жоқпын, бірақ әлде де бар спрос, келіп жатқандар бар. Еще осыны да өзімнің оқырмандарыма ұсынайын дедім. Оқырмандарымда арасында мүмкін сондай көмек керек адамдар бар шығар. Мүмкін сіздерде де бір шешілмей жүрген сұрақтар бар шығар. Яғни сол сұрақтардың барлықтарын біз түпсана мүмкіндіктерін пайдаланып шеше аламыз деп айтқым келеді сіздерге. Оның барлығы мүмкін. Себебі, жаңағыдай ғой, біздің ішкі күйіміз сыртта нәтиже болып көрінеді. Егер бізде жаңағы не дейді, өзімізді қабылдау дейміз ғой, өзімізді кінәламайтын болсақ, ешқандай қорқыныштарым болмаса, ешкімге реніштерім болмайтын болса, мен жаңағы өзімді қабылдап, өзімді жақсы көріп, адамдарды да жақсы көріп, жалпы өмірге осындай құлшыныспен сондай ететін болсам, біз алмайтын қамал жоқ. Біз жетпейтін нәрсе жоқ екен. Барлық мақсатқа қол жеткізуге болады. Мен соған көзім жетті. Ақша да келеді, денсаулық та болады екен, қарым-қатынаста түзеледі екен. Бірақ бәрі өзімізге байланысты. Біздің прямо ішкі күйімізді өзімізбен өзіміз гармония дейді ғой, да, гармония души. Осыны жасаған кездерде бізде барлық мүмкін емес нәрсе жоқ. Бүкіл барлық нәрселер іске асуға болады екен. Так что диагностикаға келіңіздер, біз анықтаймыз. Сізге ол қажет па, жоқ па, мүмкін ондай проработкасызда өз мәселеңізді шешіп алатын шығарсыз. Сосын тағы да бір қызық нәрсе. Мен қанша адамға диагностика жасадым. Осы диагностика кезінде жиі кездескен ситуациялар. Жалпы мен біліп жүретінмін, адамдармен сөйлесу барысында. Бұл жерде еще тағы да подтверждение алдым да. Адам ең бірінші қателігіміз біздің да осы бір сұрақ туындаса, біз оны жаңағы шешудің жолдарын қалай ойластырамыз. Менде осы мәселе бар, осы проблема бар. Вот ақша жетпей жатыр. Кредит төлеуім керек. Біздің ойымызда не жүреді? Тек қана сол кредитпен ақша жетпейді деген ойлар жүреді. И ол ойлар жүрген сайын біз оны қайта не істейміз? Пластинка сияқты айналдыра береміз. Ал біздің өмірімізде не болады? Біз ойлаған нәрселер болады. Сондықтан біз ойлаған сайын ол кредиттеріміз көбейе береді, ойлаған сайын ақша жетпейді деп. Сондай нәрсе бола береді. Өмірдің бәрі айна деп айттық қой бізді. Біз не айтамыз, не ойлаймыз, бізден сондай импульстар шығады. Энергия, бұның бәрі ойымызда, сөзімізде барлығы да энергия. Сол энергия шығады, а өмір айна ғой. Ол жаңағы айнаға шағылсады да қайттан өзіме келеді. Я солай дейді. Я сондай, рас дейді. Сенің айтқаның рас деп маған просто өмірден я деген жауап келеді. Сөйтемде мен опять ақшам жоқ, опять кредиттен шыға алмаймын, сондай сияқты болып жүре беремін. Кез келген нәрсе, мен ауырып жатырмын, мына жерім мазалайды, мынау уақытым жетпейді, бірдеңе деген сияқты болады. Немесе күйеуім андай, немесе әйелім андай, анам мындай деген сияқты ойлар бар ма, біз оны қалай ойлаймыз, тура солай олар бізге. Я солай, ләппай тақсыр деген сияқты ғой, әлемнің барлығы сондай. Ләппай тақсыр, сіздің айтқаныңыз дұрыс деп бізге тек қана олар растайды, я деп жауап береді. Сөйтемізде біз қайтадан, я солай ғой деп тағы да подтверждение аламыз. Енді бұл цепочканы қалай үзуіміз керек? Мен айтам, бұл цепочканы үзу үшін біз өзіміздің ішіміздегі ойларды өзгертейік. Мақұл, сенің әйелің немесе жұбайың жаңағы сен ойлағандай нашар бола қойсын да. Бірақ сен оны жақсы деп ойлағын. Вот сен оны даже нетпесең де, оған сенбесең де, бірақ сенің кіреп ойлағаның тезірек болады. Яғни сен оны жақсы деп, жақсы сөздер айтып, жақсы ойлайтын болсаң, уже келесі жолы ол саған отражение. Я солай деп, ол сондай отражение келеді бізге. Сондай жауап келеді. Соныменен біздің уже, я шынымен сондай екен ғой деген подтверждение алғаннан кейін қайтадан ойымыз тағы да нақтылана түседі. Одан бетер тағы да ойлаймыз, и соныменен процесс жақсарады. Сен жақсы ойлап, адамға жақсы қарағаннан кейін ол да бір не емес қой, ол сезеді ғой энергетиканы, и ол да өзгереді. Оның да саған қарым-қатынасы өзгереді. Немесе тура сол сияқты адам емес, ақшаға да қарым-қатынасымыз сондай. Біз кредит жаман дей беретін болсақ, ол бізге жаман бола береді. Кредит маған мүмкіндік берді, кредит маған көмектесті кезінде де болған. Алғыс айтып, оған прям жақсылықпен қарайтын болсақ, біз уже оған төлейтін ақша да бізге келетін болады, біз оны спокойно төлейтін боламыз. Сол сияқты мәселелер, ауруымызға да сондай, өзіміздің ауруларымызға біз жек көріп оны қабылдайтын болсақ, нетеді. Енді бұл туралы бүкіл барлық нәрселер айтып жатыр. Мен диагностикада байқағаным, біздің жаңа мен сұраймын ғой бірінші, қалай жағдайың, не сұрақпен келдің деген кезде адамдар өзінің жағдайын күштілеп тұрып айтып береді, прям жаттап алған.
Сосын мен келесі сұрағым мысалға, сен қандай мақсатың бар? 5 жылдан кейін немесе 3 жылдан кейін өзіңді қалай көресің? Мақсатың бар ма деген кездерде осы жерде тоқтап қалады бәрі. Немесе кейбіреулер айтады, мен осындай успешный болғым келеді, немесе деп бастап келе жатады да, бірақ қазір себебі мен қазір осындаймын ғой деп қайтадан қазіргі ситуациясын айтып кетеді. Барлық адам бір 80-90% сондай болды. Бір уже бүкіл нәрсені мақсатты жазуда ананы білетін біраз продвинутыйларыңыз болмаса, көпшілігі солай. Қандай мақсат қоясың десем, мақсаты анық емес, цифралар мүлде жоқ, даже нақты сөздер жоқ. Бақуатты, бақытты өмір сүрсек деген сияқты ғой. Ол баяғыда мен де айтатынмын оны ше. Бірақ қазір білесіздер ғой, біз жаңағы вселенныйға дейміз ба, Құдайға дейміз ба, нақты запрос айтпасақ, нақты өзіміздің қажетімізді айтпасақ, просто ол басқаша орындалуы мүмкін, басқаша орындалмауы мүмкін, потому что не знает это. Бақыт деген әркімде әртүрлі, достаток деген әркімде әртүрлі, просто спокойно өмір сүру дегенде ол да әркімде әртүрлі. Бомждар да спокойно өмір сүріп жатыр. Еш нәрсе оларды нетпейді. Өзімен өзі бақытты. Мысалы, қарасақ та енді, это слишком енді утрировать етіп айтып жібердім ғой. Тура сол сияқты әркімнің бақыты әртүрлі. Сондықтан нақты айтып үйренуіміз керек екен. Вот диагностикадағы ең негізгі бір қателік десек болады да, адамдардың мәселесі неге шешілмейді, мазалап жүрген, осыған байланысты екен. Сосын мен айтамын ғой, енді мақсат, осының ішінде мақсатты қояйық, ал мақсатты анықтағаннан кейін соған жету жолында сен не істеп жүрсің десем, ештеңе дейді. Адамдар не істеп жүрген, вообще ештеңе істемей жүрген жоқ ешкімде да. Барлығы да бірдеңе әйтеуір сол мақсатқа жету жолында істеп жатыр. Бірақ істеп жүрген нәрселерін ұмытып қалады. Өздерін обесценивать етеді дейміз ғой да, өзімізді өзіміз бағаламаймыз. Істеп жүрген нәрселерімізді біз маңызды екен деп ойламаймыз. Хотя это өте маңызды нәрсе. Өзіміз жасап жүрген әрекеттеріміз соншалықты жаңағы біздің мақсатқа апара жатқанын біз өзіміз даже байқамаймыз. Вот осы бір қателіктер. Оның бәрін неткеннен кейін, ал енді тағы да не істеуге болады? Мақсатыңа жеткен кезде маңызды нәрсе не болады деп сұрайды, сондай сұрақтарым бар да. Сол кезде еще адамдар кішкене нетіп қалатын, тоқтап қалатыны, немесе сезбей қалатындары болады. Әркімде әртүрлі. Не үшін ол мақсат, ол қажет? Кейбіреулер даже мақсаттарын өзгертіп жатты. Мен шын мәнінде мен негізі оны емес, мен басқа нәрсені хочу дейді. Жаңа сұрақтарды қою барысында, сұрақтарға жауап беру барысында әркімде сондай инсайттар пайда болып жатты. Шын мәнінде мен оны емес, мен басқа нәрсені хотела деген сияқты. Яғни осындай диагностика кезінде сіздер өздеріңізге бір ориентир, жол табасыздар деп ойлаймын. Так что жазылыңыздар, мен бір тексеріп қояйын. Так. Вроде айтам деген нәрселерінің барлығын айттым. Диагностика қандай пайда алып келеді деген міне осы. Так что жазылыңыздар. Әлде де мен диагностиканы жалғастыра беремін. Енді шамам келгенше, егер прям мүлде көп адам жазылып кететін болса, оны көреміз, шектейміз мүмкін. Өткендерде болды. Мен алғашқы 1-2 күн жұмыс істедім. Одан кейін енді оншалықты көп адамменен жұмыс істеу әрине шаршатады екен. Мен жарты күн диагностика өткіземін, жарты күн проработка өткізіп жүрмін қазір. Так что жазылыңыздар. Күтем. Осы посттың астында жазсаңыздар болады сұраныстарыңызды, немесе WhatsApp'та. WhatsApp'қа менде осы профильде, шапка профилі дейміз ғой, сол жерде таплинк деген сілтеме бар, көк сілтеме. Соны бассаңыздар, WhatsApp'қа өте аласыздар. WhatsApp'қа сілтеме, сол жерде прям кнопканы баса салу арқылы өтесіздер. Сөйтіп диагностикаға жазылайын деп едім деп хабарлассаңыздар, сіздерді графикке қоямын. Сөйтеміз де сөйлесеміз, танысамыз сіздерменен. Солай. Ал жақсы, тыңдағандарыңыз үшін рахмет, келгендеріңіз үшін уақыт бөліп тоже рахмет айтамын. Ал жақсы күндерде кездескенше диагностикаға келіңіздер, тереңірек, сіздермен жақынырақ танысайық әрқайсыңызбенен. Пока.